Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей басшысы Владимир Путин Мәскеуде келіссөз жүргізіп, осы келіссөздің барысында саясаткерлер Кенесары ханның сүйегін Қазақстанға қайтару мәселесін айтқан болатын. Осыған байланысты Айдос Үкібай былай дейді: Елбасының Ресей Федерациясына жасаған жұмыс сапары барысында маңызды мәселелер талқыланды. Соның бірі қазақ халқы үшін киелі болып саналатын Кенесары ханның сүйегін табу және Қазақстанға қайтару. Нұрсұлтан Әбішұлы Ресей президентінен осы жұмысқа ықпал етуді сұрады. Владимир Путин Қазақстанның тұңғыш президентіне ресейлік тарап жан-жақты көмек көрсететінін хабарлады. Путиннің айтуынша артефакт табылады және Қазақстан халқына қайтарылады, деді Айдос Үкібай. Қалай десек те, Абзал ханымыздың басы бір бөлек, денесі басқа бір тау шатқалында немесе әлі күнге дейін белгісіз бір жерде болуы ұлтымыздың намысына сын. Назарбаев бұл іске өзі кіріскеніне қарағанда халықтың сұранысын жақсы білетін секілді. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы профессор Зиябек Қабылдинов былай деген еді: мені ұлы ханның бас сүйегін қайтару жөніндегі сараптама комиссиясының құрамына енгізді. Бүгін біздің ұлттық тарихымыздағы жаңа кезең туралы есеп басталады. Бүгінде біздің достас екі мемлекетіміз Ресей мен Қазақстан арасындағы өзара қарым-қатынастар тарихында тату көршілік және бейбіт қарым-қатынастары одан әрі тереңдетудің сапалық жағынан өзгеше кезеңі басталады. Мен Ресейдің мәдениет министрлігі тарапынан Кенесары ханның бас сүйегін қайтару жөніндегі Ресей сараптау комиссиясының құрамына кіруге шақырту алдым. Мен келісім бердім, өйткені ұлы Кенесары ханның бас сүйегі табылды, деді тарихшы өз сөзінде. Бірақ ардақты ханымыздың басын елге әкелуге Ресей елінің басшылары келіспеу мүмкін екенін Кенесары қорының басшысы Уәлихан Қайсаров ағамыз айтқан болатын. Ондағы мақсатын тарихшы Уәлихан Қайсаров былай дейді: қазақтың ұлттық рухын басып тастаған ескі совет саясатын әлі ұстанып отырған Ресей жәдігерді беруден бас тартуы мүмкін деген пікірді айтқан болатын. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ресей қазақ ханы Кенесары ханның бас сүйегін Қазақстанға береді деп ойлайсыз ба? Өз ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз.